Сәлем қыздар, біз бүгін молочный девочка тортын пісіреміз. Ол үшін 3 жұмыртқаны жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Оған 500 грамм сгущенка қосып, тағы да біріктіріп араластырамыз. 80 грамм ерітілген сары майымызды қосып, үшеуін бірге араластырамыз. 200 грамм ұнды, 15 грамм разрыхлитель қосып, қамыр дайындап аламыз. Дайын қамырымызды осындай арнайы жасалған қағаздарда 3 столовый ложкадан салып, тегістеп шығамыз. Менде 7 корж шықты. Осылай әр коржымызды бір-бірден 5-7 минут пісіріп аламыз. Крем үшін 33% сливкиді, 400 грамм сливкиді жақсылап миксерлеп аламыз. Оған 150 грамм сахарный пудра қосамыз. 400 грамм креметті қосып, творожный сыр қосып, әдемі бір келкі формасын ұстайтын крем дайындап аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Корждарымызға кремдерімізді жағып, жақсылап шет-шетін жеткізіп жағамыз. Жақсы сіңу үшін тортқа. Осылай әр коржымызды жағып шығамыз креммен. Кольцомызды шешіп алып, тортымыздың жиектерін тегістейміз. Артық қалған кремдерді осы торттың жиектерін тегістеуге жібереміз. Тортымыздың бетіне дайын вафельный крошкаларын сеуіп, тортымызды әсемдейміз. Өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен тек вафельный крошка ғана сеуіп қойдым. Үстіне болса ягод салуға да болады, өте әдемі көрінеді. Тортымыз дайын, жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар.